Сәлем, сіздермен бірге дәрігер Аружан. Бүгін мен қант диабетін айтып беретін боламын. Жалпы қант диабеті қазіргі таңда өте жиі кездесетін аурулардың бірі болып табылады. Қазіргі таңда қант диабетін ауру емес, жағдай, яғни состояние ретінде қарастырып жатыр. Қант диабетінің пайда болуы және ол неден пайда болады? Біздің ағзамызда ұйқы безі деген орган бар. Ол ұйқы безі екі түрлі қызмет атқарады: эндокринді және экзокринді. Эндокринді қызметі дегеніміз, яғни өзінің гормондарын қанға бөледі. Ал экзокринді дегеніміз мына жерде көрініп тұрған проток бар. Мына жерде панкреас дуктус деп тұр. Сол проток арқылы 12 елішекке ас қорыту ферменттерін бөледі. Инсулин, липаза, амилаза, протеаза деген олар көмірсуларды, майларды ыдыратуға қатысады. Ал енді ұйқы безінің эндокриндік қызметінде аралшығы бар, лангерганс аралшығы. Лангерганс аралшығында бета, альфа, дельта деген және ПП клеткалары бар. Осы бета клеткасынан инсулин бөлінеді. Инсулиннің негізгі қызметі біздің басты қант, яғни глюкозаны ағзаға, жасушаларға енгізіп жіберу кілт қызметін атқарады. Жасушалардың есігін ашады. Соның арқасында глюкоза қанға кіріп, жасушаға кіріп кетеді. Яғни ас қорыту жүйесінде біз аузымызға көмірсуды, мысалға алманы немесе көкөністерді, қантты жейтін болсақ, оны ауызға саламыз, шайнаймыз, жұтамыз. Ол асқазанға түседі. Асқазандағы ферменттердің, яғни пепсин ашқорының арқасында, тұз қышқылының арқасында көмірсу ыдырай бастайды. 12 елшекте ол сіңіріледі. Енді оның ары қарай глюкозаға дейін айналуы үшін көмірсудың 12 елшекті айналып, глюкозаға көмірсулар ыдырап, полисахаридтер деп аталады. Полисахаридтер моносахаридтерге дейін ыдырайды, моносахаридтерден глюкоза. Оның ары қарай кіруі үшін жасушаларға енді инсулин керек болады. Инсулин болса, ұйқы безінің бета жасушаларынан бөлінеді. Инсулиннің өзінің де биохимиялық құрылым бойынша бірнеше түрлері бар. Оның ішінде инсулин цепептид зәрде анықталады. Бұл инсулиннің бір сатысынан тұрады. Цепептид екінші сатысында пайда болады. Негізі инсулин өзі 51 амин қышқылынан тұрады. Ұйқы безінің лангерганс аралшықтарында проинсулин күйінде сақталады. АБ инсулин болса, осы нағыз инсулин болып табылады. Енді инсулиннің деңгейіне байланысты қант диабеті пайда болады. Қант диабетінің қазіргі таңда екі түрі бар: бірінші типті қант диабеті және екінші типті қант диабеті. Бірінші типті қант диабеті кезінде ұйқы безі жасушаларының аутоиммунды бұзылуына әсеріне пайда болады. Аутоиммунды дегеніміз организм өз-өзіне қарсы шабуыл жасайды, өзінің клеткаларын жей бастайды. Бұл көбінесе балаларда, жасөспірімдерде, жас адамдарда кездеседі. Бірақ үлкейген кезде де кездесуі мүмкін, бірақ көп жағдайда жастарда, балаларда кездеседі. Бұл кезде инсулин деңгейі төмендеп кетеді және бета жасушасының аутоиммунды зақымдануының әсерінен. Сонымен қатар, қант диабетінің бірінші типті түрі басқа да аутоиммунды аурулармен қосылып келуі мүмкін. Бұның асқынуына келетін болса, ол қан тамырының асқыну қаупі, яғни ретинопатиялар, нефропатиялар болып табылады. Яғни қантты ертіп істеген кезде ол не болады? Қораз кәмпит сияқты, ол да тамырларының ішіне орналасып бекіп алады. Соның әсерінен қан тамырының өткізгіштігі, оның қалыпты жұмыс істеуі бұзылады. Бірінші типті қант диабетінің пайда болу себебі ол генетикалық факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Оның жақын туысқандарына қант диабеті болуы мүмкін, немесе қазіргі таңда экологиялық жағдайдың өзгеруінен әсерінен де қант диабеті пайда болады. Ал екінші типті қант диабеті бұл инсулин өндіріледі.
бірақ оның өндірілі жеткіліксіз болады ағзаға. Мысалға елестетейік, біздің ағзамызға бүгін 5 грамм инсулин керек, бірақтан ағза 3 грамм ғана инсулин өндіріп жатыр. Бұл ағза үшін жеткіліксіз. Яғни 3 грамм инсулин болса, бізде жеп жатқан көмірсуымыз, қантымыз, шоколадымыз 10 грамм. 3 грамм инсулин 10 грамм қантты кіргізе алмайды, ерітіп жібере алмайды деп, кіргізіп жібере алмайды, яғни итеріп. Ал егер де хотя бы инсулин 5 грамм, жеп жатқан глюкозамыз 10 грамм болса, ол кіргізе алатын еді. Вот. Енді тағы екінші типтің қант диабетінің пайда болуын тағы бір несі инсулинге сезімталдықтың төмендеуі. Бұл инсулин чувствительный рецепторлар бар, солардың төмендеуінің әсерінен пайда болады. Екінші типті қант диабеті көбінесе ересек адамдарда, егде жастағы адамдарда кездеседі. Бұл кезде инсулин қауіпті болуы мүмкін, немесе төмендеуі болуы мүмкін. Яғни инсулинға деген төзімділіктің төмендеуінің әсерінен пайда болады. Бұл екінші типті қант диабетінің негізгі пайда болуына әсер ететін гиподинамия, семіздіктің әсерінен, липид, яғни майлы тамақтарды көп жегеннің әсерінен бізде липидтердің, яғни майлардың алмасуы бұзылады, дислипидемия болады, артериалдық гипертензияның әсерінен екінші типті қант диабеті пайда болады, яғни бұл жүре пайда болады. Мұнда да асқынуларына келетін болсақ, қан тамырларының асқыну қаупі өте жоғары. Жаңа айтқан артериалдық гипертензия мен егер де қант диабеті қосылатын болса, бұл өте қауіпті болып табылады. Бұның әсерінен миокард инфарктісінің қаупі жоғарылайды. Және нейропатия, нефропатия, ретинопатия, жүрек қан тамыр ауруларына себеп болады. Енді бізде қант диабетінің пайда болуын біз оны қалай диагноз қоя алады. Диагностикалық критерийлері негізінен бірінші типті қант диабетінде ата-аналарында болса, балаларында егер күдіктенсе қан анализін тапсыру, немесе симптоматикалық белгілеріне келетін болса, ол кезде шөлдеу, қанша су ішсе де суға деген шөлі қанбайды. Және де зәрі де көп болады, су көп ішкеннен кейін. Оны бізде полиурия деп аталады. Тамақ жейді, бірақ салмағы төмендеп кетеді, әлсіздік болады, жалпы шаршағыштық, ашушаңдық байқалады. Және де иммунитеті төмендеп, басқа да ауруларға деген бейімділігі артып кетеді. Жұмысқа деген енжарлығы жоғарылайды. Диагностикалық негізгі қант диабетін қою үшін глюкоза деңгейіне қараймыз. Глюкоза деңгейі, біз глюкозаның деңгейін емдеу мекемелерінде көк тамырдан алады, веналық қан тамырдан және капиллярлардан, саусақтан алады. Сол екеуінде деңгейіне қарайды. Егер де саусақтан алатын болсақ, капиллярлық қан тамырдан, ол кезде қалыпты жағдайда глюкозаның деңгейі 3-3, 5-5 болуы керек. Бірақтан кейбір лабораториялық анализдерде 3-3, 5-5 емес, басқа да көрсетуі мүмкін. Бұл жалпы ортаға алған кезде 3-3, 5-5. Ал енді көк тамырдан алған кезде 6-1 норма болып табылады. Егер де сол 6-5 тен жоғары болатын болса, 7 болатын болса, уже қант диабетінің не күдіктенеміз, бірінші рет тапсырып жатса. Енді ал жаңа қолтамырдан 5-5-тен жоғары болса, қант диабетіне күдіктенеміз. Оны кейін қайтадан глюкозаға тапсырады, және глюкоза толерантный тест деген бар. Яғни аш қарынға бір рет тапсырады, кейін глюкоза тәтті жеп, немесе глюкозаның өзінің арнайы ерітіндісі бар, соны ішіп болғаннан кейін қайтадан тапсырып көреді. Және де өзінің жауаптарын барлығын жинай отырып қант диабетін емдеуге кіріседі. Қант диабетін емдеген кезде бірінші типті қант диабеті кезінде оны
инсулин терапиясы жасалады туылған жас балаларда өзінің салмағына, қандай түріне байланысты ауырлық дәрежесіне қарай инсулиннің дозасын анықтайды. Оны арнайы емдеуші дәрігер, терапевт немесе эндокринолог, яғни осы эндокринді гормондардың дәрігері деп айтамыз, сол арнайы өзі тағайындайды. Ал екінші типтің пайда болуына ол адамдардың өздері әсер етеді деді ғой. Яғни дұрыс тамақтанбау, артық салмақ болу, гиподинамия, ашушаңдық деген сияқты, немесе ода да генетикалық фактор әсер етеді. Генетикалық бейімділік болуы мүмкін. Оның солар генетикалық бейімділік болып, оған қосымша тамақтарында қантты көп жеп, немесе газированный сияқты нәрселерді көп жейтін болса, ұйқысы дұрыс болмаса, салауатты өмір салтын ұстамайтын болса, бір сөзбен айтқанда, онда қант диабетінің пайда болады. Екінші типті қант диабеті кезінде салмағын туралау керек, диета сақтау керек. Бірінші типті қант диабетінде де диета сақтайды, бірақтан қатты екінші типке қарағанда қыдай қатты емес. Екінші типті диета сақтау және өзінің дәрігердің тағайындаған арнайы дәрілерін ішу керек. Ең бастысы, егер де қандай да бір сізге қант диабеті деген диагноз қойылса, онда қорықпай тек қана уақытылы дәрі-дәрмектерін алып, салауатты өмір салтын ұстану керек. Басқа да емдеу шараларын істеуге, өз алдыңызбен емдеуге болмайды. Кез келген жағдайда емдеуші дәрігеріңізбен ақылдасып, соның тағайындауларын орындау керек. Жалпы қант диабеті туралы осы. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Барлықтарыңыз ауырмаңыздар. Сау болыңыздар.